Салем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз құрбыларымызбен бүгін корейский чикен жеуге келдік. Менің бүгінгі влогым шағын және өте жайлы осы чикен жасайтын кафе туралы болады. Құрбыларым таңдап жатыр. Бұл жерде меню туралы айтпай кетуге болмайды. Мимишный жасалынған, сүп-секімді меню екен, қолдан жасалынған екен. Тауықты таңдап қойдық, және осы суреттегі сырный шарики мен фри заказ бердік. Ал мына бетінде сусындар тұр екен. Кафеге кіре бергенде осындай су тұрады. Бойлер ыстық және салқын су. Және де мына жақта кіре берісінде осындай чикеннің рекламасы. Бұл жақ асхана. Касса мына жер. Ал мына жаққа келетін болсақ, интерьері минималистично, сүп-секімді қылып жасап қойыпты. Жалпы Корея менің ойымша маркетингтің отан деп ойлаймын. Бұл жерде жазу, реклама деген өте көп. Және интернет туралы айтып кетейін. Кореяда көп мекемелерде Wi-Fi тегін, жанына паролін қосып жазып қояды. Ал мына үстелдің үстінде закускалар, панчандар тұр. Бұл жерде келіп өзің қалағанша алып кетесің. Біз құрбым екеуміз редьканы алдық. Сосын суға батырып қойған капустаны алдық. Қазір дәмін жеп көрсетеміз. Кореяның заведенияларына негізі заказ бергеннен кейін, сенің заказың келгенге дейін осындай собисы беріледі, яғни комплимент деп аталады. Яғни бұл дегеніміз чипсы. Бізге тауықтар дайын болғанша осындай кішкентай сыйлықтар әкеп берді. Закускалар, панчан деп аталынады. Және осындай чипсы берді. Жеп көрсетейін. Мен бұндай чипсы жеп көрмеппін. Бұл негізі корейский уже национальный не ғой? Өздерінің ристен жасалынған. Бұл ристен жасалынған чипсы. Күріштен жасалынған чипсы. Слайсым, маде-маде слайс. Дамы қызық екен. Диетический чипсы. Балықтың майнап қорған секілді, балықтың дәмі шығады. Екінші зат, бұл редькадан жасалынған панчан. Бұл біздің соленый огурцы сияқты мариноваттап жасайды, соленый огурцы секілді мариноват етіп жасалынады. Өте дәмді. Чикенмен бірге күшті дәм үйлеседі, Ал үшінші зат, бұл капустан тураған, оның ішіне мұз қосып берген. Қарапайым капуста, тұз да қоспаған, тек капустаны мұзбен араластырып берген. Қызық екен. Тамақтарымыз келді. Бұл тауық, чеснок соусымен, мына жерде фри, сырный шарики, өте дәмді көрінеді. Мына жерден біз өзімізге қазір мұз аламыз. Кола реклама жасап жүргенсің ба? Чикен қалай екен? Бір-екі ойыңызды айтсаңыз. Чикен жеп көреміз. Дегустация. Шүкір,
Мен сіздерге аппетитно көріну үшін қолмен деймін. Өте жұмсақ тауық, бетінде хрустящий кляр өте ерекше болып тұр. Және кисло-сладкий соус чесноктың дәмімен өте керемет тауық екен мынау. Тоқтай алмай қалдық қой. Өте керемет дәмді. Кореяға келсеңіздер, Алифчикенға келіп, кисло-сладкий соустағы тауықты міндетті түрде заказ беріңіздер. Енді сырный шарики жеп көреміз. Мынау вообще дәмді ғой. Сырқа тасырым. Мынау вообще күшті ғой, а? Крейдің дәмін татып көрейік. Дәмді. Кетчупқа салып жейміз. Өте дәмді. Бізде 3 адамға 30 шат, 35.500 болып шықты. Дәмді тауық етін жеп, құрбыларымызбен әңгімелесіп, осы жерде ұзақ отырдық. Керемет кеш болды. Құрметті көрермен, сізге қандай да бір қуанышты сезім сыйлай алсам, немесе Кореяның атмосферасын сезіндіре алсам, шын жүректен қуаныштымын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Бәріңізді жақсы көрейін. Саранге!